болды күн, в общем, қалаға шықтық достар. Вот Шымкенттің погодасы жаңбырлы болып тұр, короче. Эфирді де көрдім, маған ештеңе жібермей ақ қойыңдар, барлығын көріп тұрмын. Өмір солай, короче, солай болу керек болды. Басқа ешкім ештеңе айтқанмен ештеңе өзгеріп кетпейді. Не болса да пешенеге жазғанын көреміз достар. Біздің алда не болатынымызға ешқандай адам мысалы кепіл бермейді ғой, дұрыс па? Барлығы бір Алладан келеді болды. Бүгін көңіл күйі жоқ. Иә? Кеше жылап қалдыңыз ба? Үйге барып та жыладыңыз ба? Көзіңіз ісіп? Бұл жерде андай емес, бір жігітке бола жылаған жоқпын да, өйткені білесіздер, осы алдыңа тоқтаған кезде анам кәдімгідей маған қарсы болған еді да. Қарамаймын қызым саған болды, қызым емессің деген. Тура сол нәрсе қайталанып отыр да. Өзімде кешер үйімен ұйықтаған өзіңізге ренжідіңіз ба? Кімге ренжіді? Өзіме қатты ренжідім. Жек көріп кеттім десем болады. Қазір сізге айтсақ, Нұржанға я деп айтсаң қаласың деп жаза қолданбаймыз десек. Деп қинап қойсақ па? Енді білмейміз, құрметті оқырмандар, эфирді көріңіздер. Бүгін білетін боламыз не болатын. Қалайсыздар? Мен қазір ғана үйге келіп, бүкіл инстаграмды ашып қарасам, барлығы мені уайымдап, қолдап жатқан көп адамдар бар екен. Кеше сені осылай көреді, бүгін сені қолдаймыз деген сияқты жылы сөздерін жазыпты. Сіздер көп рахмет. Отметкаларды барлығын көріп жатырмын, мен барлығын сала алмай жатырмын. Өзіме алда уақытта барлығын салатын боламын. Барлықтарыңыздың қолдауларыңызға рахмет. Енді жобадан табылмаған бақытымды осы сыртта табамын. Соған сенімдімін. Енді бізде Еркеш екеумізде барлығы біткен. Оны қайта маған айта бермесеңіздер, ол тарапты вообще қозғамасаңыздар деп айтамын. Сол енді солай болып қалып, өмір жалғасады. Сол бүгінгі Аида жылап қалды мен үшін жаным. Мен сені де жақсы көремін. Нұржанды айтып атсаңыздар, Нұржанды алда уақытта стористе айтатын боламын. Өзіме келіп кішкене адам болып сыртқа шығып бара жатырмын құрбыларыммен. Бүгін эфирде жаным Аида жылап қалды. Ол жаққа барған кезде енді шынымен де ғой, Аида айтқандай өз жарымызды іздеп барамыз, бірақ арасында жанымызға жақын достар пайда болады да. Соның бірі Аида болатын. Айгүл де бар жаным. Аида қатты жылап қалды жаным, мен сені де қатты жақсы көрем. Жобада болмаса да сыртта араласамыз, араласуымыз үзілмейді. Главное, сен бақытын тапсаң, мен соған қуанам. Сол, мен сені де жақсы көрем. Азап жылағым да кеп тұр кішкене. Бағана жылағандарым әлі кетпей жатыр ішімде. Сол, барлықтарың жақсы көрем. Сол енді.